1980 жылы 21 мамырда белгісіз қылмыскер 48 жастағы Кэтрин Броуды өз үйінде 30 жерінен пышақтап өлтіріп кетеді. Үйдегі бағалы заттар мен бар ақша да қолды болады. Алайда бұл істе қарапайым аспаз болып жұмыс істейтін Кенни Уотерс күдікке ілінеді. Кінәсі дәлелденбесе де, жаза арқалаған Кенниді қарындасы қалай құтқарып алады? Ол туралы бүгінгі шығарылымда толығырақ айтамын. Алдымен лайк, комментарий қалдырып, арнаға тіркеле кетіңіз. Кэтрин Броудың денесі табылған өз үйі қанға боялды. Қылмыс орнындағы заттарда саусақ іздері қалады және полиция Кэтриннің алақанынан өзге адамның бірнеше шашын байқайды. Ал ас бөлмесінен Мерфи компаниясы деп жазылған пышақ табылады. Бұл істе алғаш болып Парк Стрит Дайнерде аспаз болып жұмыс істейтін 25 жастағы Кенни Уотерс күдікке ілінеді. Себебі ол бұған дейін сотталған және Кэтрин Броуға қарсы адам еттіпті. Бір кездері Кэтриннің кесірінен оны түзеу мектебіне жіберген. Өйткені Кенни достарымен бірге өзге үйлерден тәттілер ұрлайтын. Бірақ аспаздың кінәсіз екендігіне дәлел болды. Оны әріптестері мен адвокаты растады және Кеннидің саусақ іздері қылмыс орнындағы саусақ іздерімен сәйкес келмеді. 2 жылдан кейін Кеннидің бұрынғы әйелі Бренда Марштың жігіті полицейлерге аспаз Кэтрин Броуды өлтіргенін мойындағанын, тіпті оның сол кездегі әйелі күйеуінің қанға боялған киімін жуып тазалауына тура келгенін айтып жала жабады. Осылайша 1982 жылы 4 қазанда тергеуші Нэнси Тейлор аспаздың экс-әйелінен жауап алады. Ал 12 қазанда Кенниге айып тағылып, келесі күні полиция ұстап қамауға алады. Алайда Бренданың жауабы алдыңғы тергеу қорытындысына сай келмейтінін ешкім ескермеді. Мәселен, Кенни Уотерстың бетінде жырық болған, ал тергеу қорытындысында қылмыскердің денесінде ешқандай жарақат жоқ еді. Сонымен қатар қаза болған әйелдің денесін тексерген криминалист аталған қылмыс Кенни Уотерс өзінің адвокатымен бірге басқа бір іс бойынша сот отырысында болған кезде жасалғанын анықтаған. Бұдан бөлек тағы бір маман өлім уақыты таңғы 7-лер шамасында тіркелгенін айтады. Ал бұл уақытта Кенни жұмысында болған. Бірақ полицейлер жұмыс уақытының табелін жоғалтып алады. Осыған қарамастан Кенни өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Кеннидің Бетти есімді әпкесі болды. Екеуі бала кезден бір-біріне бауырмал, дос болып өседі. Кенни өзіне қарсы іс қозғалып жатқанын білгенде суицидке әрекет жасайды. Оны естіген Бетти барлық жағдайда өз қолына алуға бел буады. Кенни өзінің әпкесіне адвокат болып мені түрмеден алып шықсаң, өзіме қол жұмсамаймын деп уәде береді. Ол уақытта Бетти 2 баланың анасы еді. Даяршы болып жұмыс істейтін. Бірақ бар қиындыққа қарамастан өзінің туған бауырын қалайда ақтап алуға бекінеді. Осылайша Род-Айлендтегі қоғамдық колледждің кешкі курстарына жазылады. Кейін Роджер Уильямс университетінің заң факультетіне оқуға түседі. Осылайша оған көп жұмыс істеуге, әрі көп оқуға тура келеді. Соның салдарынан жұбайымен ажырасады, ал балалары әкелерінің қолына барады. Бетти бұл жағдайда да алған бетінен қайтпайды. Аспаз Кенни түрмеде 2 жыл отырғаннан кейін англиялық генетик Алек Джеффрис адамдарды ДНК арқылы ажырататын әдіс ойлап табады. Бұл криминалистика саласына аса қажетті дүние еді. ақш-тағы сотталған адамдардың 5% жазықсыз отыр. Сондықтан Барри Шек пен Питер Нойфельд есімді заңгерлер 1992 жылы арнайы жобаны қолға алып, жазықсыз тұтқындарды ДНК сынамалары арқылы бостандыққа шығаруға әрекет жасайды. Бетти аталған заңгерлермен 2000 жылы бірге жұмыс істей бастайды. Енді шамамен 20 жылға жуық уақыт өткеннен кейін айғақ табуына тура келеді. Бетти архив қызметкерінен іс материалдарын тауып беруді өтініп сұрайды. Белгілі уақыттан кейін қорап табылады. Оның ішінде перденің қанға боялған бір бөлігі мен пышақ бар еді. Сонымен қатар Кеннидің қылмыс уақытында басқа жерде болғанын айғақтайтын жоғалып кеткен жұмыс уақытының табелі де материалдар арасынан табылады. Беттидің өмір тарихына таңғалған Барри Шек сотта оған көмекші ретінде қатысуға шешім қабылдайды. Кенни алғашында ДНК сынамасын тапсыруға қарсылық білдіргенімен Бетти оны көндіреді.
Осылайша 2001 жылы, яғни 18 жылдан кейін Кенни Уотерс бостандыққа шығады. Сонымен қатар Бетти істі ағасына қарсы бұрмалаған Айр қаласындағы полиция бөлімін айыптауға қол жеткізеді. Ал 7 жылдан кейін $3,4 миллион көлемінде өтемақы алады. Кейін Бетти өзінің ескі жұмысына менеджер болып оралады және ДНК сынамасы арқылы жазықсыз тұтқындарды ақтау жобасына волонтер ретінде көмектеседі. Өкінішке орай, Кенни бостандыққа шыққан соң 6 айдан кейін қараңғыда шұңқырға құлап, 1 айдан кейін өмірден өтеді. Кейін Бетти соңғы 6 ай Кеннидің өміріндегі ең бақытты кезең болғанын айтты. Осымен бауырлар арасындағы әсерлі оқиға туралы шығарылым аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, кезекті шығарылымдардан хабардар болу үшін қоңыраушаны да белгілей кетіңіз.